Жегендей болдым. Түркияның Истанбул қаласында жегендей болдым деп аталатын мешіт бар. Сөз жоқ. Атауының өзі-ақ мешіттің тарихын білуге құштарлығыңды арттырып, қызығушылығыңды оятады. Мешіттің тарихы былай. 18 ғасырда Түркияда өмір сүрген Кечежи Хайретдин есімді бір қолөнерші болыпты. Шалқып тасыған байды, сіңірі шыққан кедей де емес екен. Әйтеуір тапқан айлығы күндік шайлығына жететін ортанқол тұрмысы бар. Осы адам патшалар салған әсем мешіттерге қызыға қарап өзі де мешіт салғысы келеді. Бірақ ақшасы жетпейді. Сөйтіп ақша жинай бастайды. Жинағанда да қалай дейсіз ғой. Көңілі соққан, аңсары ауған, қымбат асты жегендей болдым дейді екен де оған жұмсайтын қаржысын тығып қояды. Осылайша 20 жыл дегенде шағын мешіт қаржысы құралыпты. Сол ақшаға қолөнерші Истанбулдың төрінен орташа мешіт тұрғызады. Міне, арада 300 жылдан астам уақыт өтсе де мешіттің есігі де, оны салдырған Кечежи Хайретдиннің амал дәптері де ашық. Алла тағала Кечежи Хайретдинге шын ниеті үшін сауап келіп тұратын есік ашық қалдырды. Ең маңыздысы шебердің бұл амалы ұғатын жанға ысырапшылдыққа қарсы насихат һәм үлгі-өнеге. Қаржыны үнемдеу лайфхактары. Қаржыңыздың кіріс-шығыс есебін жүргізуді әдетке айналдырыңыз. Сол үшін телефоныңызға CoinKeeper секілді тегін мобильді қосымша жүктеп алыңыз. Қосымшаға қаржының кіріс көздерін, айлық, жеке кәсіп тағы да басқа жазып қоюға болады. Сондай-ақ қаржы шығындайтын әрекеттерді азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек, балалардың оқуы, бензин тағы басқа ұяшықтарға бөліп, жұмсалған қаржыны көрсетіп жазып отыруға болады. Ай соңында қай әрекетке көп қаржы жұмсалғанына талдау жасап, оны дұрыс басқаруға қол жеткізесіз. Қосымшаны қолдану жолын YouTube каналындағы арнайы дәрістерден үйренуге болады. Ай сайын жалақының бір бөлігін басқа карточка есеп-шотқа салып жинаған тиімді. Бұлай істеу арқылы сіз ақшаны жоқ деп есептейсіз. Сонда санаңыз қолыңыздағы қалған ақшаға шақтап, өмір сүруге өзін мәжбүрлейді. Көрпеңізге қарай көсілесіз. Сауатты тамақтану, спортпен айналысу. Себебі денсаулығы мықты адам емделуге артық қаржы шығындамайды. Темекі, ішімдік секілді зиянды әдеттерден арылу, басқалармен бәсекелеспей өмір сүру. Дүкен, базарға азық-түлік, киім-кешек алуға барған кезде тізім жасап шығу. Тізіммен барған адам өзіне қажетін ғана алады. Олай болмағанда аса қажеті жоқ нәрсеге ақша шығындауыңыз мүмкін. Ұнаған нәрсені бірден алмаңыз, бірнеше күн күтіңіз. Себебі жарнаманың әсері һәм сол кездегі көңіл-күйдің ықпалымен керексіз затты сатып алуыңыз бек мүмкін. Көп жағдайда қажет сияқты көрініп тұрған көп нәрсе эмоция тарқап аптығыңыз басылған соң түкке керегі жоқ болып шығады. Бір зат сатып аларға өзіңізге бұл нәрсе шынымен маған керек пе? Қажеттілігі қанша? Бұнсыз өмір сүруге бола ма? Бұның баламасы бар ма секілді сұрақтар қойыңыз. Қажеттілігі анық болғанда ғана сатып алыңыз. Киім-кешекті маусымнан бұрын не кейін сатып алу. Мысалы, қыстық киімді көктемде, жаздық киімді күзде сатып алып қою. Дүкендер көбінесе маусымнан кейін заттарды жаппай арзан бағаға сатады. Дүкендердегі арнайы жеңілдіктерді пайдалану. Қағаз ақша ұстау. Қазір электронды ақшаның заманы болғандықтан кез келген жерде карточка төлем жасау оңай. Бірақ карточкамен төлем жасау қолма-қол ақша жаратқандай әсер қалдырмайды. Ақшаны аударғанда яки карточкамен төлегенде жұмсалған ақшаның мөлшері толық сезілмейтіндіктен әр нәрсені ала беруіңіз мүмкін. Ал қолма-қол төлегенде ақшаның құнын сезінесіз.